Мемлекеттік марапат көтермелеудің элементі, қоғам мен мемлекетке, жеке адамға алғыс білдірудің белгісі. Марапаттардың құрылу тарихымен танысайық. Отан үшін жасалған ерлік немесе ерен еңбек үшін әділ баға мен тиісті марапатты алу – бұл құрмет пен қошемет. Қазақстанның мемлекеттік марапаттарын тағайындау тарихын шартты түрде екі кезеңге бөлуге болады. Біріншісі 1993-95 жылдар аралығы. 1993 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары туралы заң қабылданды. Барлық ордендер бір дәрежеде құрылды. Екінші кезең 1995 жылдан бастап, одан кейінгі жылдарды қамтиды. 1995 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары туралы жаңа заң қабылданды. Заңға сәйкес қолданыстағы марапаттарға қосымша жаңалары қабылданды. Ордендер мен медальдар Өскемендегі монеталық аулада дайындалады. Ондаған суретші дизайнерлер мемлекеттік марапаттарды жасау үшін жұмыс жасады. Олардың суреттеріне сәйкес гипс көшірмелер жасалды. Бірақ қиындық болды. Бұл марапаттарды дайындаудағы тәжірибенің болмауы, жаңа технологияларды меңгеру қажет болды. Бұл ерекше шеберлікті қажет ететін жұмыс. Қазақстан Республикасы мемлекеттік марапаттары бүгінде зергерлік өнердің лайықты үлгілері болып табылады және үздік әлемдік үлгілерге сәйкес келеді. Әлемде қалыптасқан дәстүр бойынша жоғары дәрежелі белгілерді тағу кезінде иық лентасы қолданылады. Ол оң иықтан өтеді. Ордендер мен медальдар сол жақ кеудеге тағылады. Мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғасының ресми айырым белгісі Қазақстан Республикасы президентінің төсбелгісі. Ол қымбат және жартылай қымбат металдар мен тастардан жасалған. Президенттің төсбелгісі мемлекеттік мерекелерге, жоғары деңгейдегі ресми қабылдауларға орай киіледі. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында 3 жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі қабылданып бекітілді. Алтын қыран ордені, халық батыры атағы және еңбек ері атағы. Мемлекет басшысы жоғары дәрежелі ерекше үлгідегі алтын қыран орденінің иегері болып табылады. Халық қаһарманы немесе еңбек ері атағын алған марапатталушы автоматты түрде отан орденін алады. Отан орденінен басқа азаматтарға отан алдында белгілі бір қызметтері үшін берілетін тағы 8 орден бар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ордені. Барыс орденінің 3 дәрежесі бар. Даңқ орденінің 2 дәрежесі бар. Жоғары офицерлер құрамының адамдары ғана марапатталады. Айбын орденінің 3 дәрежесі бар. Бірінші және екінші дәрежелі айбын ордендерімен кіші және аға офицерлер құрамының адамдары марапатталады. Үшінші дәрежелі айбын орденімен сарбаздар, матростар, сержанттар марапатталады. Достық орденінің 2 дәрежесі бар. Еңбек даңқы орденінің 3 дәрежесі бар. Парасат ордені. Бұл орденмен рухани және зияткерлік әлеуетін дамытуға және ұлғайтуға үлкен үлес қосқан азаматтар марапатталады. Кез келген орденнің өзінің реттік нөмірі бар және ол кімге қашан тапсырылғаны барлық тізімдерде жазылады. Құрмет орденімен азаматтар мемлекеттік органдардағы үлгілі қызметі және белсенді қоғамдық қызметі үшін марапатталады. Құрмет және парасат ордендерімен Теміртау қаласының құрметті азаматы Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің серіктесі Вахитова Нина Тимофеевна марапатталған. Қазақстандық марапаттар қатарында ерлігі үшін, жауынгерлік ерлігі үшін, ерен еңбегі үшін, шапағат деп аталатын 4 медаль және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері және Қазақстанның ғарышкер ұшқышы деген 2 атақ бар. Қазақстан Республикасының ордендерінің мәртебесіне ие соңғы 2 марапат – алтын алқа және күміс алқа. Алтын алқа 7-ден астам бала туып тәрбиелеген аналарға беріледі. 6 бала туып тәрбиелеген аналарға күміс алқа. Барлық аталған марапаттардан басқа ведомстволық марапаттар да бар. Ведомстволық марапаттау туралы ұсыныстар мемлекеттік, кәсіби, өзге де мерекелер мен мерейтой күндерін мерекелеуге байланысты. Сондай-ақ еңбек сіңірген жылдарына қол жеткізу бойынша қаралады.
Бүгінде Қазақстанда өз азаматтарының, шетелдік достары мен серіктестерінің еңбегін лайықты атап өтуге мүмкіндік беретін мемлекеттік марапаттардың заманауи, оңтайлы жүйесі құрылған. Ол Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің және тәуелсіздігінің ажырамас ерекше белгісі болып табылады.